Сәлем замандастар, бүгін сіздерге Қарақалпақ үрп-әдеті һәм оның дәстүрі болған сүннет той хақында сөйлесеміз. Баланы сүннетлеуде баланы жатқызу, сүннетке отырғызу, баланы мұсылман қылу сияқты әрқилы атамалары қолданып келінеді. Сүннет ету дәстүрі дәслеп араб халқының дәстүрі болған. Сүннет мәселесі Құранда байланбағанлығы менен ескі араб поэзиясы һәм хадислерінде айтылған. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыздың сүннеті болғаны ұшында мұсылман халқылары да сүннетлеу айрықша ахметке ие болды. Меккеде ер балалар 3-7 жасында сүннетке отырғызылады. Қарақалпақта сүннетке отырғызатын балаға оның хүрметіне арналып той беріледі. Оған ең сұлу киімдер кигізіліп, ат пенен ямаса автокөлікке сыйлеттіріледі. Бізде баланы 5 жасында сүннетлейді. Сүннетке отырғызылып атырған баланы қатты хүрметлейді. Бұрынғы Қарақалпақ халқында сүннетлеуді қожа моллалар атқарып келген болса, қазіргі уақытта медицина қызметкерлері әмелге асырады. Бала сүннетке отырғызылғаннан соң қоңсы қобаға қонағасы беріліп, Құран оқылады. Сүннетке отырғызу ислам дінінен кіріп келгеннен кейін Қарақалпақтың милли үрп-әдеттеріне айланған. Сондай-ақ сүннетлеу тек мұсылманлық жолы емес, ер адамның денсаулығына, ертеңгі күні ұрпағының өсіп-өнуіне ахметлі орны кіреулі екендігі медицинада дәлелденген. Сүннетке отырғызу адамның тән тазалығы менен жан тазалығы, әулетлері үшін пайдалы өмір салты, саламат тұрмыс тәрізінің бір қыры екендігін айдан анық. Бұрынғы уақытлары сүннетленген балаға арнап кең һәм ұзын сүннет көйлек, сүннет көрпе тігілетұғын болған. Қазірде сондай. Сүннет көйлекті баланың жарасы толығы менен жазылғанша киеді. Медиклердің айтуынша сүннетленген балаға синтетикалық киім кигізілмегені мақұл. Бар жасағаннан баласына, ұрпағына арнаған қарекең, шілдехана, бесік той, қырқынан шығару һәм тұсаукесерден кейін сүннет тойда береді. Сүннет той беру балаға қатарға қосылғаннан, басылап азамат атанғанлығынан дәслепкі белгісі. Бұндайда бай дәулетлі адамлар ат шаптырып, палуан күрестіріп үлкен той береді. Ашамайлы атқа міндің, мұсылманлық таққа міндің, сүннетке отырғаның, иманлы болғаның деп баланың кеуілін көтеріп, дәрежесін көтеріп бағады. Сүннетленіп батырған балаға қоңсы қоба ағайын туысқан келіп, баланың хал жағдайынан хабар алады, құтлықлайды. Балаға арнап әкелген сауғаларын береді. Сауға ретінде балаға ұнайтұғын ойыншықтар, мазалы затлар пұл әкеледі. Әкелген сауғаларды бала қапталына алып жатады. Бұларды көпшігінің астына ямасы қапталына жинайды. Келген қонақлар сен енді нағыз жігіт болдың деген сияқлы жігерлендіруші сөздерін айтып, балаға аурусындыруды сездірмеуге тырысады. Қарақалпақта баланы сүннетлеу мәселесі сол баланың үйі емес, алдайы жұрты тарапынан ісленетұғын, шөлкемдестірілетұғын болған. Һәм қазірде солай. Заманластар, осымен видеомыз өз жұмағына жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратлар жеткізе алдым деген үміттемін. Сіздер менен бірге болған канал жүргізушісі Злиха Сабырбаева болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіп, мені қолып қуатлап кетесілер деген үміттемін. Қарақалпақ тіліндегі бәрше қызықлы мағлұматлар осы каналда. Заманластар, келесі видеоларымызда көріскенше сау, саламат болың.